Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сендермен бірге биологияның кезекті сабағын бастаймыз. Балалар, қарап отырса, қоршаған әлемде сан түрлі ақпарат бар. Сол ақпараттарды біз қабылдап, талдап және оларға жауап беріп отырамыз. Әртүрлі құбылыс бар. Температура, ауырсыну, жарық, дыбыс, тағы сол сияқты. Осының барлығын біз қабылдай аламыз. Ал сол ақпараттардың барлығын қабылдайтын қандай мүшелеріміз? Әрине сезім мүшелеріміз, анализаторлар болып табылады. Анализаторлар Павловтың айтуы бойынша, яғни анализатор 3 бөлімнен тұрады. Шеткі, ортаңғы, сонымен қатар өткізгіш бөлімі. Шеткі деп отырғанымыз рецепторлар болса, өткізгіш ол жүйке жолы, ал ортаңғы деп отырғанымыз орталық жүйке жүйесі. Балалар, олай болса, осы анализаторларға тоқталсақ. Жалпы 5 анализатор, яғни 5 сезім мүшеміз бар. Көз көру мүшеміз, құлақ есту мүшеміз, мұрын иіс сезу, тіл дәм сезу мүшеміз. Осының ішінде қоршаған ортадағы ақпараттың 90%-ын қабылдайтын қай мүшеміз? Әрине көз. Олай болса, көзге тоқталайық. Көздің құрылысына қарайтын болса, жалпы көз қосымша мүшелерден және көз алмасынан тұрады. Суретте көріп отырғандарыңдай, қосымша мүшелерге нелер жатады деп ойлайсыңдар, және оларды неліктен қосымша мүше деп атадық? Балалар, қосымша мүшелер дегеніміз, яғни нақты көруге қатыспаса да, олардың қосымша қызметтері болады. Мысалға, қас, кірпік, қабақ, жас безі және көз айналасындағы бұлшықеттерді алсақ болады. Енді солардың қызметіне тоқталайық. Қасымыз бізге не үшін қажет? Маңдайымыздан тер ағатыны белгілі. Сол тердің құрамы тұзға толы. Егерде қасымыз болмаса, маңдайдан аққан теріміз көзіміздің ішіне кірер еді. Сонда көзді зақымдар еді. Міне көрдіңдер ме? Қастың қызметі сонда маңдайдан аққан терден қорғау. Ал кірпігіміз ше? Кірпігіміз ол мысалға сендер далада жел, шаң тозаң болып тұрғанда келе жатсаңдар, көздеріңді емін-еркін ашып тұра аласыңдар ма? Әрине жоқ, көзімізді жыпылықтатамыз. Дәл солай, қатты жарық түссе де біз көзімізді айқара аша алмаймыз, яғни көзімізді жұмуға тырысамыз. Неге? Өйткені бұл қорғанышты қызмет. Демек, осындай қоршаған ортадағы әртүрлі қолайсыз жағдайларда көзді қорғау үшін кірпігіміз және қабағымыз көзді жұму қызметін атқарады. Ал көз жас безі ше? Олар өздерінен жасты шығарады. Жалпы балалар, қарап отырсаңдар, бағана айтылған қас пен кірпік ол қай ұлпаға жатқан еді? Кірпікшелі эпителий ұлпасына. Оны біз өткен сабақта айтқан болатынбыз. Ал жас безі ол бізде сыртқы секрециялық безге жатады. Яғни өзінен бөлінген жасты арнайы бір мүшеге бөліп тұр, көздің ішіне. Бұл қандай қызмет атқарады? Мысалға, көзіміз біздің құрғақ болып тұрса, бізге ол ыңғайлы ма? Әрине ыңғайсыздық тудырады. Біз көзімізді бірнеше секундтан кейін жұматынымыздың себебі неде? Құрғап кетпеу үшін. Мысалға, біз көзімізді айқара ашып отырсақ, онда ауа құрғатып жіберуі мүмкін. Ал біз оны жұму арқылы және жас арқылы шайып, оны ылғалдандырып отырамыз. Ал енді балалар, көз жас безі де ол арнайы қызмет атқарады екен. Ал енді оның артық мөлшері қайда кетеді? Осы аталған көз жас безінен бөлінген сұйықтықтың артық мөлшері жас безінің өзегі арқылы мұрынмен сыртқа шығады. Мысалға балалар, былай елестетейікші, сендер кешке таман беті қолдарың жуып ұйықтадыңдар делік, яғни тазаланып ұйықтадыңдар. Ал таңғысын тұрған кезде көзіңнің ішкі бөлігіне былшық толып қалғанын байқағансыңдар ма? Әрине солай. Бұл қайдан пайда болды? Ол жас безі түні бойы, сен күндіз бойы жүрген кезде түскен шаң тозаңдардың қалдықтарын тазалап сыртқа шығуына көмектеседі. Ал көз айналасында бұлшықеттер қандай қызмет атқарады деп ойлайсыңдар? Балалар, біз кейде басымызды бұрмай-ақ жоғары, төмен, оңға, солға қарай аламыз. Бұның қарауымыздың бір себебі ол бұлшықеттерге байланысты. Яғни көз айналасында бұлшықеттер біздің көз алмамызды оңға, солға, жоғары, төмен бұруға көмектеседі екен. Мінекей балалар,
көздің қосымша мүшелерінің өзінің арнайы қызметтері болады екен. Олай болса, көз алмасына тоқталайық. Балалар, көз алмасы шарп ішінде екені барлықтарыңа белгілі. Ол біздің бас сүйегіміздің бет бөлігіндегі сүйектің ішіне еніп тұрады. Барлық бөлігі емес, әрине 3-тен 2 бөлігі кіріп тұрса, ал аздаған бөлігі сыртқа қарай шығып тұратын белгілі. Көз алмасы тұйықталған деп ойламаңдар, себебі олар жүйке жүйесімен ары қарай жалғасып тұрады. Нақты қай бөлігімен жалғасатынын алдағы уақытта айтатын боламын. Көз алмасының өзі 3 бөлікке бөлінеді: ақ қабық, тамырлы қабық және торлы қабық. Олай болса, осы 3 қабатқа тоқталайық. Бірінші ақ қабық. Суреттен көріп отырғандай, ақ қабық тұтастай алманың сыртын қаптап тұрады. Және оның алдыңғы бөлігі, яғни көзіміздің сыртқы ауамен жанасып тұрған бөлігіне қасан қабық қаптап тұрады. Қасан қабық тікелей ішке жарықты өткізеді. Ары қарай ортаңғы қабат тамырлы қабат болып саналады. Тамырлы өзі айтылып тұрғандай, ол жерде капилляр қан тамырлары болады. Ал капилляр қан тамырлары қандай қызмет атқарады деп ойлайсыңдар? Иә, балалар, өздеріңе белгілі, олар газ тасымалдайды, яғни құрамындағы гемоглобин оттегін жеткізіп отырады. Сонымен қатар органикалық заттарды, яғни қоректік заттарды көзімізге жеткізіп отырады. Осы тамырлы қабаттың алдыңғы жағы келеді дағы нұрлы қабықшаға жалғасады. Нұрлы қабықшаның ортасы қарашық деп аталады. Балалар, сендерге қарашық деген таныс болар. Қарашық дегенде көзіміздің ішіндегі дөңгелек жерді айтатынымыз белгілі. Ал қарашық деген сендер үшін дене ма? Әрине жоқ. Қарашық дегеніміз жай ғана тесік. Яғни нұрлы қабықшамыз осылай орналасқан кезде ортасында тесік пайда болады. Осы тесікті біз қарашық деп атаймыз. Ал енді айналасындағы нұрлы қабықша деп отырғанымыз не? Ол бізде бұлшықеттер болып саналады. Бұлшықеттер, яғни ол бізде нұрлы қабықша деп аталады, және ол көзіміздің түсін анықтайды. Мысалға, біреуіміздің көзіміз қоңыр түсті, біреуіміз қара, біреуіміз көк болып отырады. Бұның барлығы нұрлы қабықшадағы пигментке байланысты. Ал балалар, қалай ойлайсыңдар, нұрлы қабықшада қандай пигменттер кездеседі? Иә, кейбіреуіміз айтуымыз мүмкін, қоңыр пигмент, қара, көк, жасыл пигмент кездеседі деп. Әрине олай емес. Бір ғана пигмент кездеседі, және соның мөлшеріне байланысты көздің түсі анықталып отырады. Яғни қара, ал пигментіміз аз болса қоңыр, одан аз болса көк, одан аз болса жасыл, ал пигмент болмаса көзіміз қызыл болар еді. Қызыл болу себебі аш етіндегі қан тамырлар мен бұлшықеттерге байланысты. Мінекей балалар, көзіміздің түсін нұрлы қабықша анықтайтын білдіңдер. Енді көзімізге қайтадан елестетіңдерші. Нұрлы қабықша осылай орналасып тұр. Ортасы қарашық. Бірақ нұрлы қабықша кейде жиырылып тұрады осылай, кейде бұлай босаңсиды. Қай кезде жиырылып, қай кезде босаңсиды деп ойлайсыңдар? Мысалға, күн жарық кезде нұрлы қабықшамыз босаңсып жатады. Сол кезде қарашығымыз кішкене ғана болады. Ал қас қарайып түн болған кезде нұрлы қабықшамыз жиырыла бастайды. Сол кезде сәйкесінше ортасындағы қарашық не істейді? Әрине үлкейеді. Яғни қарашық жарқыраған жарықта көз ішіне жарықтың кіруін шектейді, ал қараңғыда керісінше шаршаған жарықты жинауға көмектеседі. Бұл бізде бейімделу, яғни адаптация құбылысы болып табылады. Осы көз қарашығының артында екі жағыңа дөңес линза тәрізді көз бұршағы орналасады. Көз бұршағы тікелей кірпіктің бұлшықеттерімен байланысады, яғни кірпік қозғалған сайын оның пішіні өзгеріп отырады. Яғни көз бұршағының пішіні өзгерді деген сөз қисықтығын өзгертті деген сөз. Мысалға, біз алысқа қарағанда көз бұршағының қисықтығы азаяды да, нәтижесінде алыстағы затты айқын көре аламыз. Ал жақындағы затты көрген кезде көз бұршағы қисықтығын ұлғайтады, нәтижесінде біз оларды айқын көре аламыз. Көз бұршағының бұлай өзгеруін аккомодация деп атаймыз. Ал енді осыдан кейінгі көздің артқы қабаты ол бізде торлы қабат деп аталады. Торлы қабатта екі түрлі жасушалар кездеседі.
Олар таяқша пішінді, яғни саны 120 миллионға жететін таяқша пішінді және саны 7 миллионға жететін құтыша пішінді жасушалар. Құтыша мен таяқша деп аталуының өзі пішініне байланысты, яғни таяқша пішінді болғандықтан таяқша, құтыша колба пішінді болғандықтан оларды құтыша жасушалар деп аталған. Құтыша пішінді жасушалар олар жарық пен түсті сезетін рецепторлар болып табылады. Ал таяқша пішінді жасушалар қас қарайған кезде жарықты сезетін рецепторлар. Осы көздің тор қабатында қарашыққа қарсы жинақталған құтышалардың жиынтығын сарыдақ деп атаймыз. Ал енді көздің тор қабатының соңғы жағында жүйке жүйесіне шығатын жерде орналасқан аймақты соқырдақ деп атаймыз. Ол ешқандай жарық тітіркеніштерін қабылдамайды. Ал енді осы көз алмасының пішінін сақтап, оның ішін толтырып тұрған іркілдек сұйықтықты шыны тәрізді дене деп атаймыз. Сонымен балалар, бағана айтқан соқырдағы арқылы жүйке жүйесіне шығатынын білдік. Ол қайда барады? Әрине, үлкен ми саңарының шүйде бөлігіне барады. Себебі шүйде бөлігі тікелей көруге жауап беретін аймақ. Сонымен көру анализаторының қызметі қалайша жүзеге асады? Біріншіден, қарашық арқылы жарық сәулесі көз алмасының ішіне кіретін белгілі болды. Сол кезде қарашық жарық сәулесін фокустайды. Одан кейін көз бұршағы жарық сәулесін сындырады. Нәтижесінде шырынды дене арқылы өткізген кезде оны аударыла отырып торлы аймаққа жеткізеді. Осы кезде көздің бұлшықеттері көмекке келеді, яғни көз алмасын қимылдата отырып сарыдаққа дәл түсіретіндей етіп дәлдейді. Және де сол кезде торлы аймақтағы фоторецепторлар жүйке жүйесіне, яғни шүйде аймағына жеткізеді. Сәйкесінше олар айқастыра сол жақ көзіміздікін оң жақ бағытқа, ал оң жақ көзіміздікін сол жақ бағытқа жеткізеді. Мінекей балалар, біз көздің құрылысына, сонымен қатар олардың қызметіне тоқталдық. Және де көзде әртүрлі аурулар пайда болады. Мысалға, алыстан көргіштік, немесе жақыннан көргіштік, глаукома, конъюнктивит және катаракта секілді. Балалар, бүгін біз көру мүшесі көзге тоқталдық. Келесі сабақта есту мүшесіне, иіс сезу мүшесіне және дәм сезу мүшесіне тоқталатын боламыз.